Ардақта ағайын, шұғыл алдарыңызға шығып тұрмын. Әлеуметтік желіден барлығы маған Құндыздың Зүлфияның үйінде қол аяғы скотчталып байланған суретін жіберіп жатыр. Қазір енді мен Алматы қаласындамын. Мән-жайды білу үшін Зүлфияға хабарласам. Зүлфия апай, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір болады. Зүлфия апай, анау әлеуметтік желіде Құндыздың суреті таралып жүр ғой, жатыр сіздің үйде скотчталып аяқ қолы. Ол не сурет? Соны менде няня болып істеген ана Құндыз кімді ұрған ғой, Назгүл, мен саған қазір суретін жіберем. Кімді кім ұрған? Құндыз кімді ұрған? Әпкесін ұрған ғой, возбужденный болып. Сол кезде байлаған ба білмеймін ғой, мен де соны қазір көріп жатырмын. Құндыз біреуді ұрғаннан кейін кім байлаған оны? Үйде Танялар байлаған ғой. Таня байлаған ба? Иә, мен байладым дейді ғой. Таня қазір қасыңызда ма? Қасында. Таня сөйлей ала ма? Сөйлемейді ғой, ол да не ғой, группадағы ғой. Енді неге сіздер өзі жаралы қызды байладыңыздар? Неге оны байлатқызасыз? Жаным, мен бар ғой, соны үйде болсам, менше ары бері жұмыста жүрмін. Менде нерв болып қазір. Шыны керек қой, Руслан, мен понедельник бар заявление жазып өткіземін. Рахмет. Уже мен неше түрлі нәрселер шығарып жатырмын. Жақсы. Сіз кімге өткізесіз оны? Өкіметке. Онда мен дүйсенбі күні барам Таразға, иә? Күтіңіз мені. Керек жоқ. Жоқ, сіз жауап беру керексіз осы тірлік үшін. Мен барам, күтіңіз мені. Қалай сіз өзі ешкімі жоқ, жетім қызды қалай байлайсыз? Күтіңіз мені. Ардақты ағайын, көрдіңіздер, байлаған мен емес, Таня деген күтуші қыз дейді, бірақ мен ол жауабына Зүлфияны сенбеймін. Сондықтан Тараз қаласының қорғаншылық, қамқоршылық бөлімі мына істі назарға алыңыздар. Мен алдымыздағы апта Таразға барам. Мына сурет не сұмдық? Құндыз өзі ешкім жоқ қыз байланып скотчпен қол аяғы кісенделіп жатыр.